Всем привет, қыздарики, қалайсыздар? Сіздерге көптен бері осылай озвучка жасамын. Бүгін сол сіздерге озвучка жасайын дедім. Бүгін Гүлімка Келінганың бір күндік блогымен таныс болыңыздар. Негізі мына жерде көп нәрсе түсірілмей қалған ше. Негізі күнда сол кешегі күнда бір түрлі жаңбырлы болып, маған сондай күн вообще ұнамайды ше. Тек үйде жатқым келеді, бірақ амал жоқтан кеше көшеге шық. Қалай шықпайсың, өткені күйеуің неге шопингке апарам деген кезде ойбай деп атып шығасың ғой күннің ауа райына. Мына жерде өзімше переход жасағым ғой, до после деп ше. Осы түрің бар ғой, декретте екеніңді айтып қояды. Білдіртпейін десең түрің, мен декреттемін деп айтып қоя береді. Кеше шамалы кішігірім ғана шопинг жасап, сосын бір-екі тірлігімізбен барып келгенбіз. Осы бар ғой, бәленің бәрін өзім тілеп алам ғой ше. Садикте баланы, садиктен алайық, алып кет, қойшы ойнасыншы деп ше, бәленің бәрін басыма тілеп алам да, ең соңында өзім қапа жеп отырам ғой. Басымды ұрып, соңында өзім әбіржіп қайтатынымды білем ше, бірақ сонда да сөйтем ғой. Осындай мен сияқты мамалар бар ма? Қайтейін енді өзің балаң болғаннан кейін бүйрегің бүріп тұрады. Күйеуім айтады ғой, сен бірінші өзің демалып келсейші, оларда нең бар, садикте бала ғой дейді ғой. Осындайда мамаңның қадірін біліп қаласың. Қанша шаршап тұрсаң да балаңа көңілі бөлгің келіп тұрады. Кстати, кеше алған заттарыма распаковка жасайын ба, комментарий қалдыр, және де маған тіркелуді ұмытпа. Пока.